Bizde halkımızda қайтыс болғаннан кейін 70-і дейміз, 40-ы дейміз, 100-і дейміз, жылы дейміз. Сондай мәрәсімдерді тоқтату деп жатыр. Мен сауал беріп едім, үйде қыста болып берсек қалай болады? Міне тойханаларда, ресторанларда 50 адамнан көбірек, значит 100, 200, 150, 200 адамlardan той беретін уақытта шартнама текарында жұмыстар алып бар. Бірінші кезекте ауыл қалалар жиыны айту керек, сенің тиісті шартнамаларың бар ма деп. Шартнама кіммен жүзеді? Бірінші тойханамен жүзеді. Тойхана мен үйдің иесі. Шартнама түзеді, үйдің иесі. Тамағымен шартнама түзеді, үйдің иесі. Видеокамера алып жүруші, съемка қылатындар менен не түзеді. Онан кейін артистер менен. Артистерден шектеп қойды жолдасы. 2 адам құрамындағы ансамбль, 2 адам. Қазір Тегелі районында жолдаса 4,5 мыңнан астам адам шетте жүрді. Сол ақша жинап, не қылып. Ол адамдар құр жүрген жоқ. Баламның тойын берейін, үйлендірейін, қызымды шығарайын, я сүннет той берейін, я юбилей берейін, соларға бір нәрсе бола қойсын деп сыртта жүрді. 1 жыл, 2 жылда 20-30 миллион әкеледі, бір күнде шашат тастайды. Керегі бар ма сол? Жаңағы ешкімнен кем болмайын, пәленше тойды жақсы берді, мен сонdan кем болмауым керек деген нәрселер менен ол қазір өзінің үйінен безіп, елден безіп, шетте жүрді жолдасы. Сол нәрселердің барлығын тәртіпке салуымыз керек. Ол тәртіпке салу мемлекет тарапынан емес, біз тарапынан әмелге асыру керек.